Бердібек Соқпақбаев журналистикамен көп айналысты. Қазақ әдебиеті балдырған газет журналдарының редакциясында жұмыс істеді. Сондай-ақ өзінің туған ауданындағы мектептерде мұғалім болды. Ол үнемі балаларды тәрбиелеудің күрделі мәселелеріне алаңдады. Бердібек Соқпақбаев білікті мұғалім, тәрбиеші. Содан болар бұл жағдай оның шығармаларының тақырыбын алдын ала анықтап берді. Балалық пен жастық шақ оның барлық кітаптарының негізі болды. Жазушының өміршең шығармалары бірнеше буын ұрпақты тәрбиеледі. Менің атым Қожа арқылы талай жас өскін ізгілік пен керағарлықтың, еркіндік пен ерліктің арасын айырып өсті. Қайталанбас ғажап шығармалар жазған Соқпақбаевтың оқырманы өте көп. Басқа шығармаларын былай қойғанда жазушының Менің атым Қожа повесі көзінің тірісінде әлденеше рет қайта басылып, қазақ балаларының сүйікті кітабына айналды. Қазір Нарынқол ауылындағы бір көше, бір мектеп Бердібек ағаның атымен аталады.